Бұл шынымен асқабақтың дәні ме, әлде басқа нәрсе ме? Кейбірі мұны кәдімгі асқабақтың дәні деп ойлайды. Бірақ көбіне бұл Қытайдан келген басқа сорт немесе арнайы өңделген түрі. Асқабақтың дәні деп жүргеніміз, міне 2 күннен астам суда тұр, бұлқ етпейді. Мүлде. Енді мына миндаль мысалы, бір күн тұрса бүйтіп сініп, ақырындап өне бастайды. Сондықтан мынау асқабақтың дәні деп жүргеніміз, мынау Қытайдың өсірген асқабақпен тағы бірдеңкенің дәні. Бұндай біркелкі асқабақтың дәні бұндай болмайды ғой. Бір жерден көріп, осында эксперимент жасап көріп едім. Шынымен бұл химиямен өсірілген, химиямен уланған, әйтпесе тірі нәрсе болса, бұл табиғи нәрсе болса өну керек қой. Осындай бәлекен. Жеу-жемеуді өзіңіз